қарастыратын тақырып бұл қарлұқтар. Біз жаңа айттық, 751 жылы Атлақ шайқасына қатысқан кімдер болды? Қарлұқтар болған. Енді осы қарлұқтар Түргеш қағанаты өзінің жаңағы әлсіреген кезеңін пайдаланады. 756 жылы әлсіреген Түргеш қағанатының орнына бізде Қарлұқ қағанаты құрылады. Енді осы жерде мұқият болыңыздар. Қазір бұның бәрін түсіндірем. Яғни 756 жылы Түргеш қағанатының орнына кім құрылады? Қарлұқ қағанаты құрылады. Енді Қарлұқ қағанаты өмір сүрген кезең 756 ғасыр мен 940, яғни ғасырға айналдырғанда 8 ғасырдың ортасы мен 10 ғасырдың арасы болады. Енді бұлардың территориясы қай жер? Бұлардың территориясы Жетісу болады. Себебі логический. Яғни Қарлұқ қағанаты кімдердің орнына құрылды? Түргеш қағанатының орнына құрылады, сонда территория сақталып қалады. Яғни былай айтқан кезде ерте орта ғасырда Жетісу аймағында өмір сүрген мемлекеттерде жаңағы Қарлұқ немесе Түргеш екеуін біреу келеді. Хорошо? Енді айтады, жалпы Жетісуда Қарлұқтардың билігі 2 жыл болған, яғни 2 ғасыр өмір сүрген. Сонда сіздерден сұрау мүмкін. Ерте орта ғасырда Жетісуда 2 ғасыр немесе 2 жыл билік еткен қағанат қалай аталады десе, ол Қарлұқ қағанаты. Себебі оның хронологиясы 756-нан 940 жылға дейінгі аралық. Түсініп отырсыздар, сонда былай айтқанда Батыс түрік қағанатының орнына Түргеш қағанаты, Түргеш қағанатының орнына Қарлұқ қағанаты құрылып тұр. Енді жалпы Қарлұқтар Түргештердің құрамына қалай қосылған? Сол сұраққа жауап берейік. Ол үшін біз алдыңғы сабақты еске түсіруіміз керек. Біз айтқанбыз, қазіргі Моңғолия аймағында 682 және 744 жылы Шығыс түрік қағанаты өмір сүрген болатын, естеріңізде болса. Сосын біз айттық, 744 жылы Шығыс түрік қағанатымен, яғни Шығыс түрік қағанатын ұйғырлар мен Қарлұқтар одақтасып не істей берді? Мынау Шығыс түрік қағанатын өмір сүруін тоқтатқан болатын. Нәтижесінде 744 жылы Шығыс түрік қағанатының орнына бізде ұйғыр қағанаты құрылады. Яғни былай айтқан кезде Қарлұқтар бастапқы кезеңде қай қағанаттың құрамында өмір сүрген? Яғни бастапқы кезеңде бұлар Шығыс түрік қағанатының құрамында өмір сүреді. Кейіннен естеріңізде болса айттық қой, 731 жылы Білге қаған қайтыс болады, артынша Күлтеген қайтыс болады. Сол кезде билікке талас басталады. Сол кезде осы Шығыс түрік қағанатының құрамындағы ұйғырлар мен Қарлұқтар одақтасып 744 жылы жаңағы Шығыс түрік қағанаты талқандаған болады. Нәтижесінде 744 жылы ұйғыр қағанаты құрылады. Енді назар салайық. Мынау картаға дұрыстап қарайық. Міне сіздер үшін арнайы карта жасадым. Қазір 1 минут. Яғни қараңыздар. Мына территория, Алтайдан бастап Қара теңізге дейінгі аралықта территория, бұл кім территориясы еді бізде? Бұл бізде түрік қағанатының территориясы болған, Яғни Алтайдан Қара теңізге дейінгі аралықта бұл түрік қағанатының территориясы. Құрметті оқушылар, егер инстаграмдарыңыз болса, осыны салбасаңыздар болады, прямой эфирге қойып осы картаны. Қазір жақсылап түсініп алсаңыздар өте керемет болады. Яғни Алтайдан Қара теңізге дейінгі аралықта ең бастапқы кезден түрік қағанаты өмір сүрген болатын. Одан кейін барып 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлінеді. Батыс түрік қағанаты және Шығыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанатының территориясы Қаратаудан Жоңғарияға дейінгі аралық. БТқ 603-тен 74-ге дейін. Одан кейін барып қазіргі Моңғолия территориясында білесіздер 682 мен 744 жылдар арасында Шығыс түрік қағанаты құрылған болатын. Қазіргі Моңғолия территориясында. Одан кейін барып Шығыс түрік қағанатының орнына 744 жылы жаңағы ұйғыр қағанаты құрылады. Одан кейін барып 704 жылы қазіргі Жетісу аймағында Батыс түрік қағанатының орнына кім құрылады? Түргеш қағанаты құрылады. Енді ары қарай айтады. Біз жаңа айттық, Шығыс түрік қағанатының орнына ұйғыр қағанаты құрылады. Енді айтады, Қарлұқтар ұйғырларға бағынады дейді, бастапқы кезеңде дейді. Ұйғырлар мен Қарлұқтар бір-бірімен соғыса бастайды дейді, ұйғыр қағанаты құрылғаннан кейін. Нәтижесінде дейді, кейбір ұйғыр жазбаларында айтады дейді, ит жылы дейді, яғни 746 жылы дейді, Қарлұқтар батысқа қарай қашты деп сипатталады дейді. Енді сұрақ, сонда Қарлұқтардың Жетісуға қоныс аударуына негізгі себеп бұл кімдерден жеңіліп қалып тұр? Ұйғырлардан жеңіліп қалып тұр. Яғни былай айтқан кезде
шығыс түрік қағанатын құлатқан қалуқтар мен ұйғырлар одақтасып құлатқан болатын, бірігіп. Нәтижесінде шығыс түрік қағанатын оны ұйғыр қағанаты құрылады. Сол ұйғырлар мен қалуқтар енді былай айтқанда бір қазанға басы сыймайды, екеуі бір-бірімен соғыса бастайды. Нәтижесінде ұйғырлар мен қалуқтар бір-бірімен соғысады. Нәтижесінде кімдер жеңіліп қалады? Қалуқтар жеңіліп қалады. 746 жылы қалуқтар не істейді? Көше бастайды. Сонда былай айтқан кезде қалуқтардың Жетісуға көшуінің басты себебі кімдерден жеңіліп қалды? Ұйғырлардан жеңіліп қалды. Яғни олар ұйғырлардан жеңіліп қалады да мына жаққа Жетісуға келеді. Ол кезде Түргеш қағанаты өмір сүріп тұр. Как раз Түргеш қағанаты бұл кезде кімдермен соғысып жатыр? Арабтармен соғысып жатады. Солар келіп одақтасады, былай айтқан кезде. Немесе Қытаймен деп. Яғни 746 жылы қалуқтар Жетісуға қоныс аударады. Енді қалуқтар Жетісуға келгеннен кейін осы жерде тағы да бір тайпа өмір сүрген. Ол Оғыз деген тайпа болған. Яғни Жетісуда қалуқтар Оғыздармен қақтығысқа түседі. Қалуқтар Оғыздарды Сырдария аймағына ығыстырып жібереді. Оны тағы да келесі сабақта түсіндіремін. Яғни былай айтқан кезде мына жердегі Оғыздарды қалуқтар мына Сырдария аймағына көшіріп жібереді. Сонда жалпы түсіндік қой, Мына картаны кім түсінді? Бар ма түсінгендер? Сонда қалуқтар түргештердің құрамына 746 жылы келген, Кімнен жеңіп қалған олар? Кім жауап береді? Сұрақ түсінді ме? Ұйғыр қағанаты. Сонда түсіндік, Сонда қалуықтар түргештердің қосылған кезені жалпы біліп отыр, Карта түсінікті болды ма? Бұл сіздер үшін жасалған карта негізі. Енді барынша жасап тырыстым енді. Сонда жалпы қайттан басынан бастайық картаны, Чтобы түсінікті бол үшін, жарай ма? Мынаны бәрін өшіріп тастайын, Чтобы түсінікті бол үшін. Яғни бастапқы кезеңде бізде түрік қағанаты құрылады, 552-603. Яғни былай айтқанда Алтайдан Қара теңізге дейінгі аралық. Одан кейін барып түрік қағанаты екіге бөлінеді. Батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты деп, міне. Яғни батыс түрік қағанаты қазіргі Қазақстанда, шығыс түрік қағанаты Моңғолияда. Кейіннен шығыс түрік қағанатының орнына 744 жылы ұйғыр қағанаты құрылады. Ал 704 жылы батыс түрік қағанатының орнына, яғни қазіргі Жетісуда қай қағанат құрылады? Түргеш қағанаты құрылады. Одан кейін барып мына жақта жаңағы ұйғырлар мен қалуықтардың басы сыйыспайды. 746 жылы қалуықтар ұйғырлардан жеңіліп қалады да қай жаққа келіп қоныстанады? Түргештердің территориясына келіп қоныстанады, былай айтқан кезде. Және осы жерде кімдерді қыстырып шығады олар? Оғыздарды қыстырып шығады. Сөйтіп Оғыздар Сырдария аймағына кетеді. Бұны тағы да жеке тақырып ретінде айтамыз. Енді ары қарай. Енді Қалуқ қағанатының астаналары. Яғни екі астанасы бар. Қалуқ қағанатының бірінші астанасы Суяб қалады. Өйткені уже Лагеске ойлаймыз, ол кімнің орнына келіп тұр? Түргеш қағанатының орнына. Және екінші қаласы Баласағұн. Сонда біз шатаспаймыз. Батыс түрік қағанатының астанасы Суяб Момболақ, Түргеш қағанатының астанасы Суяб Күнгіт, және Қалуқ қағанатының астанасы Суяб Баласағұн. Сонда енді сұрақ құрастырылуы мүмкін бұл жерде. Мынандай сұрақ құрастырылуы мүмкін. Суяб қаласы қандай қағанаттардың астанасы болған? Немесе былай сұрау мүмкін. Батыс түрік, Түргеш, Қалуқ қағанаттардың ортақ астанасы десе, қалай жауап береміз? Өйткені қараңдар, үшеуінде қандай жауап тұр? Яғни батыс түрік, Түргеш, Қалуқ қағанаттарының ортақ астанасы Суяб. Яғни функционалы сауаттылық деген осы. Яғни міне қараңыздар. Батыс түрік қағанатының астанасы Суяб, Түргештердің астанасы Суяб, Қалуқтан. Сонда уже сұрақ құрастырылғанда уже біледі. Сол үшін сабақты түсінген жақсы. Сонда мен мынандай сұрақ құрастыра Түргеш, Батыс, Қалуқ қағанаттарының ортақ астана десең бітті. Сонда түсінген бала оны резко жауап береді. Что ол Суяб қаласы. Ал жаттаған бала ол ойланып отырады. Блин, қандай жауап болуы мүмкін деп. Сол үшін сабақты түсінді, жарай ма? Енді қалуқтар туралы деректерге тоқталсақ. Ең бірінші қалуқтардың ең атақты тайпасы Бұлақ деп аталады. Сонда біз жалпы шатаспауымыз керек.
бас түрік қағанатының ең атақты тайпалары Дулу, Нушиби, иә. Одан кейін барып бас түрік қағанатында дулуйлардың ішіндегі ең атақты жаңа кейін бас түрік қағанатының орнына құрылған тайпа ол Түргеш. Ал Қарлұқтардың атақты тайпасы қалай? Бұлақ, кәдімгі бұлақ, өзен, көл. Енді айтады, жалпы Қарлұқтар туралы кімнен дерек келеді? Ең бірінші дерек араб тарихшысы Әл-Марвазиден келеді. Әл-Марвази айтады, Қарлұқтардың құрамында дейді, қанша тайпа бар дейді? 9 тайпа бар дейді. Яғни ең основной тайпа мына бұлақ. Ал жалпы тайпаның саны қанша дейді? 9 дейді. Екінші, арабтың жазба дерегі бар. Худуд әл-Алам деген жазбасы бар. Осы Худуд әл-Алам деген жазбада дейді, Қарлұқтарда дейді 25 қала бар дейді. Және де 13 ғасыр деректерде былай айтады. Қарлұқтардың жерін дейді, батыстан шығысқа қарай жүріп өту үшін дейді 30 күн қажет дейді. Сонда уже Қарлұқтар туралы негізгі дерек былай түсіндіресіздер. Бірінші, Қарлұқтардың атақты тайпасы Бұлақ. Қарлұқтар туралы негізгі деректер араб тарихшысы Әл-Марвазиден келеді. Әл-Марвази айтады, Қарлұқтарда 9 тайпа бар екен айтады. Екінші, тоже араб жазбасы Худуд әл-Алам деген жазбада Қарлұқтардың қанша қаласы бар дейді? 25 қаладан тұрады. Яғни Қарлұқ қағанатында 25 қала бар дейді. Және де 13 ғасыр деректерде айтады, Қарлұқ қағанатын дейді, батыстан шығысқа қарай жүріп өту үшін дейді, қанша күн қажет дейді? 30 күн қажет дейді. Міне ең негізгі деректер. Жалпы енді Қарлұқтардың мемлекеттік құрылымына келсек, мемлекеттің басшысын жабу деп атайды. Басқарудың әскери әкімшілік жүйесі болған. Сонымен қатар бұл кезеңде жалпы жекеменшік дамыған. Жалпы шатаспаймыз. Негізі жекеменшік қалыптасқан кезең ол бізде қола дәуірінде. Просто Қарлұқтарда жаңағы әр тайпа немесе әр қала өзі жеке-жеке болған. Сондықтан жекеменшік дамыды дейді. Соның үшін шатаспаңдар. Жалпы жекеменшік қалыптасқан кезең ол қола дәуірінде, бейғазды дәндібай мәдениет кезеңінде. Ал Қарлұқтарда жалпы айтады, жаңағы 25 қала болды, олар әрқайсысы жеке-жеке не істеді дейді, өздері дамыды деген сөз. Енді жалпы айтады, жалпы Қарлұқтардың кезінде дейді, яғни 8 ғасыр мен 13 ғасырларда дейді, жергілікті тұрғындардың арасында дейді, түркілендіру процесі басталған дейді. Бұл айтқанда, Қарлұқтардың келуімен жаңағы Жетісу аймағында немесе сол жерде мекендеген барлық түркі халықтардың арасында не істей бастады? Барлығы түркілене бастады. Яғни процесс, түркілену процесі басталған. Кім кезінде? Қарлұқтардың кезінде. Енді мынау нәрсеге назар аударыңыз. Жалпы 9 ғасырдың 20 жылдары, яғни жылмен айтсақ 820 жылдары дейді, Орталық Азияда жаңа бір әулет негіз қалды. Ол Самани деген әулет, яғни қазіргі Иран территориясында. Яғни 9 ғасырдың 20 жылдар немесе шамамен жобамен 8 ғасыр 820 жылы Орталық Азияда жаңа бір әулет келеді. Ол Самани деген әулет, қазіргі современ Иран территориясында. Енді қараңыздар. Жалпы 840 жыл дейді. Мән беріңіздерші. Енесей қырғыздар, міне тұр. Міне Енесей қырғыздар дейді. Қарлұқтардың қолдауымен дейді. 840 жылы кімді талқандады дейді? Мына ұйғыр қағанатын талқандайды. Сонда қараңыздар логика. Яғни бастапқы кезеңде ұйғырлар мен Қарлұқтар екеуі одақтасады, шығыс түрік қағанатын талқандаған, яғни 744 жылы. Кейіннен Қарлұқтар мен ұйғырлардың басы сыйыспай қалады, екеуі соғысады. Нәтижесінде Қарлұқтар ұйғырлардан жеңіліп қалады да, олар Жетісуға түргештерге қашып барады. Кейін түргеш қағанатының орнына Қарлұқ қағанатын құрады. Енді айтады, уже 840 жыл дейді, 840 жыл дейді. Мына Енесей қырғыздар мен Қарлұқтар одақтасады да, енді 840 жыл кімді талқандайды? Ұйғыр қағанатын барып талқандайды. Сонда бұл айтқан кезде ұйғыр қағанатын өмір сүруін тоқтатқан сол Қарлұқтар мен Енесей қырғыздар екен. Енді айтады, 840 жылы Енесей қырғыздары Қарлұқтардың қолдауымен ұйғыр қағанатын талқандайды дейді. Сол кезде Қарлұқ қағаны дейді, Білге күл Қадырхан дейді. 840 жылы Испиджап деген қазіргі Сайрам ауылы, Сайрам деген ауыл бар, Чемпионшақта қазір картасын көрсетемін. Сол жерде өзін кім деп жариялады дейді? Қаған деп жариялады. Сонда түсіндік па? Яғни былай айтқанда Қарлұқтар ока за ока кегін қайтарған екен. Сонда 840 жылы не істейді? Ұйғыр қағанатының түбінде ақыры талқандайды. Енді қараңыздар, біз жаңа айттық. 9 ғасырдың 20 жылдары, 9 ғасырдың 20 жылдары Иран аймағында Саманилер әулеті билікке келеді.
Енді осы саманилер, яғни Самани әулеті 840 жылы жаңағы түркілерге мұсылман дінін тарату үшін қасиетті соғыс жариялайды. Яғни былай айтқанда, жаңағы Самани әулеті 840 жылы жаңағы түркілердің арасында тағы да мұсылман дінін тарату мақсатында қандай соғыс жариялайды? Қасиетті соғыс жариялайды. Нәтижесінде, яғни сол қасиетті соғыс нәтижесінде бұлар Испиджаб қаласын басып алады. Испиджаб деген қазіргі мынау Сайрам қаласы. Чимкент жақта Сайрам деген қала бар. Сол қала бұрында Испиджаб деп аталған. Яғни мынау Сайрам қаласы. Мына арада бұрынғы Испиджаб деген қаланың орны міне. Мынау сол қаланың орны. Мына жер міне 4-5 топ тұр. Яғни түсіндік па? Яғни қазіргі Сайрам бұрынғы қай қаланың атауы? Испиджаб қаласының атауы. Енді айтады, жалпы Испиджаб қаласы дейді. Яғни айттық қой, жаңағы Саманилер 840 жылы қасиетті соғысты жариялайды да, қай қаланы басып алады? Испиджаб қаласын басып алады. Енді айтады, осы Испиджаб қаласы дейді, оңтүстік Қазақстанда дейді, ислам дінін таратудағы негізгі орталығына айналды. Сонда былай айтқан кезде, жалпы оңтүстік Қазақстанда ислам дінін таралуына ықпал болған қай қала екен? Бұл қазіргі Сайрам ауылы немесе бұрынғы Испиджаб қаласы екен. Түсіндік пе? Сонда, яғни Саманилер ең бірінші жаулап алған қала бұл бізде қандай қала? Испиджаб. Одан кейін барып Саманилер 9 ғасырдың соңында Тараз қаласын басып алады. Яғни міне қазіргі Тараз қаласын басып алады. Міне Тараз. Сонда былай айтқанда Саманилер басып алған қарлық қалалары екеу болады. Біреуі Испиджаб, екіншісі қай қала? Тараз қаласы. Енді айтады, ары қарай 940 жыл дейді. Қарлық қағанатына дейді, Қашқар жағынан қауіп төндірді. Міне Қашқар деген қала міне Қытай жақта міне. Қашқар міне тұр. Яғни осы қала жақтан не істейді? Қауіп төндіре бастайды міне. Қарлық қағанатына. Бүйтіп айтады. 940 жылы Қарлық қағанатына Қашқар жағынан қауіп төнеді. Яғни нәтижесінде дейді, сол нәтижесі Қашқар түркілері дейді. Яғни Қашқар жақтағы түркілер дейді, Баласағұн қаласын басып алады дейді. Түсінесіздер ме? Яғни 940 жылы мынау Қашқар қаласының түркілері немесе Қашқарлық түркілер дейді, қай қаланы басып алады? Жаңағы Қарлық қағанатының астанасы болған екінші астанасы Баласағұн қаласын басып алады. Нәтижесінде дейді 942 жылы Қарлық қағанатының орнына бізде Қарахан мемлекеті құрылады. Бұны мен сіздерге әлі де Қарахан туралы тақырып өткенде түсіндіріп беремін. Сонда түсіндік қой, яғни 940 жылы Қашқардың түркі билеушілері қай қаланы басып алады? Баласағұн қаласын басып. Баласағұн қаласы қазіргі шамамен Тараз қаласының маңында деген археологтар сөйтеді. Тараз қаласының маңында Баласағұн деген қала болған. Қазіргі Тараз қаласының маңында болған Баласағұн деген. Нәтижесінде Қарлық қағанатының орнына 942 жылы не құрылады? Қарахан мемлекеті құрылады. Бұны мен сіздерге келесі